Қайырлы күн. Алдымызда ең мамандықтардың төресі, ең мәртебелі мамандықтардың бірі еліміздегі медицина саласының қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Барша осы саланың азаматтарын, осы саланың майталмандарын, осы кәсіп иелерін шын жүректен құттықтаймын. Облыстық мәслихаттың депутаты ретінде, осы саланың әлеуметтік салаға қатысы бар азамат ретінде, осы біздің медицина саласындағы барша қызметкерлерге дендеріне саулық, бастарына амандық, отбасыларына барлық жақсылықтар тілегім келеді. Осы салаға қатысты мынау ежелгі грек ойшылы Сократтың сөзі бар ғой. Барлық мамандықтар, кәсіптер адамнан, тек үшеуі ғана Құдайдан беріледі. Ол ұстаз, ол сот билігін жүргізуші, және үшіншісі осы дәрігерлер деп. Яғни осындай үлкен бағаға ие болған, өкінішке орай күнделікті күйбең тіршілікте қоғамның тарапынан лайықты бағасын алмай жатады. Бірақ дегенмен ең мәртебелі мамандық, ең мықты мамандық, тек қана оқумен ғана келмейтін, адамның жүрегіндегі махаббатпен, адамға деген жақсы қарым-қатынаспен өлшенетін осы мамандық иелерінің алдағы келатқан мерекелерімен құттықтаймын. Менің аты жөнім Мағзымбек Еролан Сәбенұлы, білім және ғылым саласы қызметкерлерінің облыстық кәсіподақ ұйымының жетекшісімін.